Абай облысында Болашақ Семей қайырымдылық қорының ұстазы 7-ші сыныпта оқитын шәкіртін соққыға жықты. Жарақат алған жасөспірім ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оған сол жақ маңдай сүйегі сынған деген диагноз қойып отыр. Полиция бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғады. 25 жастағы күдікті қолхат арқылы бостандықта. Ата-аналарға құлақ қағыс. Заң бойынша діни білім беруге тек Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты медреселерге ғана рұқсат етілген. Абай облысының полиция департаменті Семей қаласындағы Болашақ атындағы оқу орнында 7-ші сынып оқушысына дене жарақатын салу фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 107-ші бабы денсаулыққа қасақана ауырлық орташа зиян келтіру бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлайды. Тиісті сараптамалар мен тергеу әрекеттері тағайындалып жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес өзге де ақпарат жария етуге жатпайды.